Мені қызықтыратын тақырыптардың бірі ол гүл. Гүлдер өзі сондай әдемі, өзінің түсімен, болмаса бір дәрілік қасиеті бар ма, сондай бір ерекше әдемі болып келеді. Сіздерге қояр сұрағым, гүлдің тағы да қандай қасиеті немесе құпиялары бар? Гүлдердің құпиясымен, тіршілік әрекетімен, құрылысымен танысқың келсе, мына кітаптан оқысаң болады. Мені көптеген сұрақтар мазалап жүр. Өтінемін, оларға жауап бересіз бе? Бірінші сұрағым, күн сәулесіне қалай жетуге болады? Екінші сұрағым, метеорит дегеніміз не? Үшінші сұрағым, ғарыш саяхатшылары. Сізді Марс, комета, күн жүйесі қызықтыратын болса, осы кітаптан мәліметтер алуға болады. Химия пәнінен маған реакциялар, тең-теңдер, басқа да элементтер қатты ұнайды. Және де мен элементтердің басқа да газдардың қалай ашылғанын және білгім келеді. Оны қалай білсем болады? Элементтердің ашылу тарихын бұл өте оңай, қызықты химия энциклопедиясынан таба аласыздар. Пәні бойынша мені мазалап жүрген екі маңызды сұрақ бар. Оның біріншісі түрік тілдес елдерінің ең биік шыңы, яғни тауы, ең биік тауы. Ал екінші сұрағым Түркия мемлекетінің ең алғашқы президенті және оның географиялық орны. Осы екі сұрақтың жауабын білгім келеді. Түркі тілдес елдердің табиғат ресурстарын, экономикалық әлеуметтік жағдайы сізді қызықтырса, мына кітаптан жауап алуыңызға болады. Маған омыртқасыздардың тарихы мен суасты жануарлары жайлы көптеген мәліметтер білгім келеді. Жануарлар әлеміне қатысты қызықты сұрақтардың барлығын жануарлар энциклопедиясынан табасың. Сізді ойлануға мәжбүр еткен кітапхана өз міндетін толық атқарған болып есептеледі. Кітап алтын сандық, іші толған қазына, оқы ойыңа түк. Әлемдегі ең керемет кинозал олмай, бірақ сен кітап оқу арқылы түсінесің. Кітап білгенге азық, іздегенге қазына. Сол үшін кітап оқимыз оқырмандар. Әдеби кітаптарды көп оқып, таным тәрбиемізді, ал тарихи кітаптарды оқып, өзіміздің ұлттық тарихымызды білу әрине жақсы. Алайда, жаратылыстану бағытындағы кітаптарды көбірек оқып, ғылымның терең сырларына бойлау, құпиялықтарын ашу одан да керемет. Жақсы кітап ақылды адамның әңгімесімен бірдей. Сол себептен жақсы кітап оқиық достар. Кітап аяулы досы бола бастаған шақтан, әрбір жан өзін интеллигент иесімін деп санауға болады. Ақылы үшін ақы сұрамайтын алтын досымыз кітаптан алар жақсы әсерлеріміз көп болсын. Эстафетасын жалғастыру үшін кезекті ағылшын тілі пән бірлестігінің жетекшісі Жаратылыстану береміз. Жаратылыстану пән бірлестігінен ағылшын тілі пән бірлестігі эстафетаны қабыл алды. Жаратылыстану пән бірлестігінің мұғалімдеріне рахмет.